Mesela mınау енді аяқ қап дейді, табақ қап дейді, табағымызды ұстап отырмыз міне. Ет жейтін табағымызды. Мынау үлкенді кішілі көне челектер, бие сауат, сиыр сауат, мынау көне чөміш. Мынау баспақ жүнін түсірмей илеген тұлық. Тұз салат. Тұз салат дейсің ба? Тұз салат, тұз салат. Мынау көне шот. Мынау көне бие үркпейді. Мынаға салған немере. Ерекше чеберлікпен жасаған. Көне сүргі. Ағаш-бағашты немере. Жүндерде. Мынау тұз тұр. Тұздор ба? Тұздор ба. Мыналар тұздор ба сайды. Өнері нәрсе ет шыныға. Мынау челек емес қой. Келі демес шыныға. Шыныңы сақ қояқ. Шыныға. Екі құлағы бар бит байлап. Мынаны тастыркеш мынаны. Мынау енді тастан ойып шығарған атамыздың тас диірмені. Үлкен адамдардың мына талқан тәтті болады ғой, келге түйгесін. Сонымен міне талқан тартып келдіміз өзімізге. Суда жіп, қуырды ғана мінемен тігет. Мынау енді бір малдың, соңғы сойған малдың қуықтары. Баладарға арнап істейтін бірнешеу міне. Танатын бөсі маржандары салат. Мына қабен негізінен қолмен иіп тоқыған. Бояп, қойдың жүнлені. Мынау енді тағы да тамақ салатын аяқ қақты. Мынау. Жоқ, оны білдім ғой мынау. Мынау тақыр серкенің терісінен жасаған тұр. Тақыр серкенің салат. Мына сақтияқ деген мынау қорқыттық ше деген. Жоқшылар тасты қыздырып жетіп малды сауып мынаға құйып салып неге қорқыттық шеті сақтияқ екен. Ал енді мына астаудар міне негізінен шатқан ғой міне. Тамақсар жей береді, бас тартатын астау. Тегенеміз міне. Тегене? Тегене, ағаштан шауып жасаған тегене міне. Мынау кебеже, астының жағында кебеже ғой. Астының екеуі кебеже. Мыналардың саламыз. Мына балалардың ойнайтын астығы ғой. Түрлі бояумен бояп саған. Мынау да тақыр тұлып. Мынағанда сол құртымыз сақ қоямыз негізінен. Құрт салады. Ал енді мынау өзі мынаны мен көрмеген нәрсе. илеген теріден жасаған, бояған ақбел, өзі илеген теріден жасаған мынаған түйіншек сақ қоямыз өзіміз. Шеберлігіңнен айналдым. Түйіншек сақ қоямыз. Мынау керме қоржындарын өйт көне чөп қойып. Мынау да көне қоржын. Мынау енді қап қоржын. Қап сөмкі қыдырғанды алып жүреді. Ал енді мынаға тағарға келсек, мынау боямаған. Қойдың жүнінен? Қойдың жүнінен ғана еріп қана тоқыған. Біз енді айтсақ, мынаны каписы дейміз. Мынаны міне. Ерекше чеберлік. Оны айттың. Мына көне алаша кепір. Атамыз бен апамыздың төсек жатқыш екен. Алаша. Оны енді сармайдай сақтап. Ал мынаған келсек илеген сең-сеңдер міне. Сең-сең шив жасаймыз. Мынау чалбар істейміз. Илек қойған, бояқ қойған. Мынау ақ сең-сең. Екеуін араластырып, шив істейміз. Ал мынаған қарасың көне текемет. Текемет? Ойы көрден салған текемет. Ақ жүннен боямаға.